Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы, Жаңақоныс көшесі 27/2 үй тұрғыны куәлігі Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Он мың 600, 10 мың 200 болу керек. 6600 теңге төлеу керек. Жаңағыдай коммунальный услугтан келіп тұр, соны төлеу керек. Кешеге де айтып өткеніміздей, YouTube желісіне салғандай, неде төленген жоқ. Кеше 8 күн апрель айы ма еді? Апрель айында 8 күн істегенбіз. Сол төленбеді. Оны сайтқа салдық. Одан хабары жоқ. Қазақстан Республикасының ешқандай төлем келмеді. Мен сол айтайын деген. Енді ақша жоқ. Кешегі жұмыс істеген күндеріміздің ақшасын бермей жатыр, үкіметтегілер. Үкіметпен сол келіспей жатыр. Олар ол жағандай прокуратура, ішкі істер органдарына барып, сөйтіп отырып, соттарға барып, еңбек қатынастарына барып, сөйтіп мені жүрдіргісі келіп отыр. Неме ол жерге бармай, осылай міне сайттан айтып отырмын, желіге салып. Ол жерге барып, сол жүрмей қойын деген сияқты, жүргенде просто өйтіп жүрмей қойын деп, намысқа қол соғушылыққа бармайын деп, өзім осылай сайттан желіге салып жіберіп отырмын. Не сол енді. Қараңыздар енді, интернет мегабайт, гигабайтлар бітіп жатыр деген сияқты ақша керек мысалы. Енді жұмыс істейін десем, міне осы Ақтау қаласы осылай өздеріңіз көріп отырсыздар не қылып отқандарын. Сондай басшылармен сөзге келіп не қылып жатыр, осылай қылып жатыр. Олар төлем жасау керек. Жұмысқа тұру керек. Ақтау қаласы бұл жерде нарушение істеп тұр. Менің аяғымнан шалып тұр, еңбек істейтін жұмыс орындарында. Өздеріңіз көріп отырсыздар, міне осындай болып жатыр. Қазақстан Республикасымен үкіметпен сөзге келмей жатыр, осындай болып жатыр. Осындай енді міне қараңыздар енді. Үкімет дейтін, ол дейтін қарап беру керек. Кешегідей жұмыссыз тапсырған кезде де ол кезде де жұмысқа қабылдамайды. Отыра береді. Жұмысқа қабылдап, конкретно мамандық бойынша қабылдап жіберу керек. Үкімет дейтін сол болады. Олардың істеп отырғандары қараңыздар енді. Көшіп келді ана мына деп. Көшіп келгенде сол біреудің еңбек ақысын жеп отқан жоқсың. Тапсақ өзіміздің еңбекпен тауып отырған ақшамыз. Осылай айтып өткеніміз, тіс қайрап жүргендер. Ол ер қыз, әйел адамдар. Дені сау емес. Осы. Мен сол айтайын деймін. Енді міне жұмысқа кірейін десем, енді қазір ол жұмысқа кірген кезде, жұмысқа тапсырған кезде көріп отырсыздар. Баяғыда Ақтөбе облысында да істеп, Ақтөбе облысы, Маңғыстау облысы деп шақтырмай көрдіңіздер, онда қандай болғаны бұл жердегі адамдар. Бұл жерде мысалы сол кешегіде сол жұмыс орынға барып, Ақтау қаласында істегенде, бір айбекте істеп жүретін ұл ер адаммын. Міне осындай, міне қараңыздар өздеріңіз. Айбекте істеп отырған кезде жаңағындай тұрғылықты жерлер, жаңағындай тіс қайрап жүрген ұл ер қыз, әйел адамдар, дені сау емес. Мемлекеттер сөйтіп мені шығарып жіберіп тұр бұл жерде. Осылай, міне болмаса мен істеп жүретін ұл ер адаммын. Осылай өздеріңіз қараңыздар. Сендермен бірге болған Хиуа ханы Бауыржан Табынырұлы жоғарыдағы
Түркістан Арыстан баб Бауыржанбек Бауыржан ұлы ер адам табын руы жоғарыдағы. Каган Бауыржанбек Бауыржан табын руы жоғарыдағы. Перғауын патша Бауыржанбек Бауыржан табын руы жоғарыдағы. Жебірейіл Алла Құдай, Аллах екі Құдай, Дәжіл Кәпір Құдай, төртінші Алла Құдай, Әрес Чечеридния Баузевс биік Құдай, аты жөні ұлты Бауыржанбек Бауыржан табын руы жоғарыдағы. Ақтөбе облысы Жоғарғы ауданы Қуат атасы туылған жері Қоңырат город Дәуіт табын Шомышты Қарақойды Лабақ руы батыр ұлы ер адам мазары Қоңырат әкесі туылған жері Бауыржанбек Бауыржанның. Қоңырат город микрорайон дом 118 улица Кара деп айта тұрамыз. Кара Калпакстан бір подъезд 2 этаж 10-ға 20 квартира үй Бауыржанбек Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржанбек Бауыржан табын руы жоғарыдағы. Өзім туылып өскен Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасында да атпек келмеді. Міне өздеріңіз қарап отырсыздар, міне осындай болып жатыр. Ол дейтін үкімет дейтін жұмыс жасау керек бұл жерде. Президенттің бер жағындағы премьер-министр, генералдар не істеп отыр, осындай әңгіме бұл жерде. Олар қол ақша алып отыр, отдел кадрлер не істеп отыр. Қараңыздар, өзі сондай болып жатыр. Өзбекстан Республикасы бұларда бұл Өзбекстан Республикасының көшіп келіп деп сондай бір ответниклер бұл төлем жасалынуы керек бұл жерде. Сондай болып тұр. Олар Өзбекстан Республикасының көшіп кетті болды деп. Ешқандай не деп ол дейтін Өзбекстан Республикасының көшіп кеткенде бұлар дейтін төлем жасалыну деп айту керек. Осындай үкімет тарапынан осындай қолдау болу керек. Сондай азамат еді, сол көшіп кетіп еді баяғыда деп. Сөйтіп жұмыс істеу керек олар. Өздеріңіз көрдіңіздер, ондай ответ жоқ. Мен өзім YouTube желісіне салып, сайттарға салып, мемлекеттерге айтып отырмын. Енді сол, мен просто ол жерлерге барсам, жаңағы прокуратура, сотқа, еңбек қатынастарына барсам, олар сол мекемеде отырып алып, мені айлық қылып, сол Ақш құрауынан Ақтау қаласына немесе Түпқараған ауданына жібергісі келіп, сондай қылып жүрген ол ер қыз әйел адамдар. Олар дейтін үкімет дейтін шешіп беру керек. Жақындау қылып шешіп беру, үкімет дейтін жұмыс жасау керек. Бұл жерде үкіметтің жасағандары шамалы. Мен өздеріңіз көрдіңіздер, осылай міне. Сендермен бірге болған Бауыржанбек Бауыржан табын руы жоғарыда. Сөйтіп айтып қойып отырған. Жарай, жақсырақ сау болыңыздар.